Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін InShot приложениесінің фишкаларын және де қалай монтаждау керек, сол туралы сіздерге айтатын боламын. Ең алдымен менің каналым тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұралады. InShot приложениесіне кірейік. Қазір сіздерге видео монтаждап үйрететін боламын. Видеоға кірейік. Новый дегенді таңдаймыз. Бізге қазір керекті видеоны монтаждауға керекті видеоларымызды таңдап аламыз. Керекті видеоларымды таңдап алдым. Мен галочканы басамын. Басынан бастап сіздерге үйретейін. Қазір ең бірінші размерден бастайық. Размерді мұнда біз, мысалы, сіз қай программаға саласыз, мысалы, YouTube-қа ма, Instagram, TikTok деген сияқты өзінің размерлері тұрады. Мысалы таңдайсыз. Мен қазір Instagram-ға салатын болсам, осы 9-16-ны таңдай беремін. Ал YouTube-ға салатын болсаңыздар, 16-да 9-да таңдай аласыздар. 9-16-ны таңдаймын. Келесі задание планға кіретін болсақ, мұнда жан-жақтарының, яғни светтерін, әртүрлі шаблон дейді, соларды таңдасаңыздар болады. Енді кезекте музыканы таңдайық. Мұнда өзіңіз, мысалға, излечить аудио из видео дейді. Мұнда, мысалы, керекті бір видеоңыздың музыкасын осы жерден ала аласыз. Мысалға, примерно мұнан көрсетейін. Осы музыканың аудиосын сіз ала аласыз. You are my obsession. Мысалы, осының музыкасын алып қоюға да болады. Немесе запись жасаңыздар да болады. Видеоға, мысалы, музыка сохранить етсеңіз, осының ішінде тұрады. Керекті өзіңіздің сохранить етілген видеоларыңызды ала берсеңіз болады. Сол кезде автоматты түрде тұрады. Яғни, мысалы, кофе жасауға, мысалы, мына музыка жетпей қалса, разделить етіп, мысалы, алып тастауға жарысын. Ода жетсек. Енді кезекте стикер дейді. Стикерде, мысалға, тек жаза аласыз. Мысалға, бұлай өзімдің Instagram парақшамды жазып жеріңізді қойып, прозрачныйға кіріп, мысалға, кішкене көрінері көрместе қылып та істеуге болады. Осылай. Әртүрлі өзіңіз қалаған жазуыңызды таңдасаңыз да болады. Система. Так. Фильтрде InShot'тың өзінің фильтрлері бар. Бастапқы алдыңғы екеулері бесплатно, қалғандары платный болады. Регулярный дегенде, яғни мұнда яркость нелерді қоюға, мысалға, мен осының ішінде насыщение дегенді таңдаймын. Осы да күшті эффекті береді. Мен осыны тек қана ғана пайдалана аламын. Так, енді біз видеомызды керекті жерін алып алайық. Яғни, осы керекті жерін алу үшін разделить етіп, керек емшерімізді удалить етіп алып тастаймыз. Мысалы, мына жерлері керек болады. Так, содан мына жерге дейін керек болады. Разделить етіп, қалған алып тастаймыз. Және де осы видеоның, мысалы, аудиосы бар. Аудиосын алып тастау үшін объемға кіріп, барлығын Facebook'қа қойып тастай аламыз. Так. Бізде мұнда артық нәрсе бар. Удалить етіп алып тастаймыз. Енді кезекте мына видеоның скорсын қоя аламыз. Яғни, алға қарата жүрсек, біз скорсы қатты тез болады, ал соңына дейін қоятын болсақ, скорсы жай болады. Көне видеолар монтаждағанда скорсын жай қылып қояды, яғни әдемі көріну үшін асықпай көрсетеді. Мұны примерно көрсетейін сіздерге. Міне осындай қылып. Бізге видеомызге тез жүру керек, яғни мен 20 секундтан аспайтындай жасаймын. Так, келесі.
Енді сіздерге пипті айтайын. Пип дегеніміз яғни осы видеомның үстіне мысалға футаж қоюға арналған, әртүрлі мысалы басқа да видеоларды соның үстіне жағына қоюға арналған. Яғни мысалы мен футажымды таңдаймын өзімнің. Үстін басып алға қарата жылжытайық. Міне достар, мына бізде футаж болады. Мынаны сіздерге примерно көрсетейін. Мына жаққа қойып. Бізде астыңғы жазуымызды кетіріп тастауымыз керек. Бізге мешет етіп тұр. Осының үстіне барамыз да маска таңдаймыз. Яғни өзіңіз бір формадағы мысалға таңдауға болады. Маған ешқандай маскада ештеңе де керек емес. Дайын футаж болғандықтан хромакейді таңдаймыз да осының үстіне жайлап жүргізсек осылай алып аламыз. Көрейік. Дайын. Бізде пипті қайтып алып, бұның дауысын жайлатсаңыздар да болады. Пипімға келіп, азғантай дауысқа қоямыз. Скорысында қоюға болады бұның да. Келесі бізде мұнда текст алып түсейік. Енді пипті айтым. Обрезка деген яғни мысалы кез келген видеомыздың қай жерден басталған жерінен бастап қиып тастауға. Разделить екі бір жұмысты атқарады. Удалить десеміз, яғни өз түсінікті, яғни видеомызды удалить етіп тастаймыз. Объемды мана айттым. Музыканың дауысын шығару, азайту, скоросты айттым. Сіздерге замена деген мысалы мына видеоны ауыстыру керек болатын болса, заменамен ауыстыра аласыз. Яғни мысалы видеоны өзгерту керек болған жағдайда осы замена арқылы ауыстыра аласыз. Копия келетін болса, яғни осы дәл видеомыздың копиясын түсіреді. Обрез дегеніміз яғни мысалы бізде қандай неде керек, соны ала аласыз. Мысалы 9-16 болса, мана яғни өз Инстаграмға, ютубқа өзінің арнайы нелерін шығарып береді. Бізге ештеңе керек емес, иә. Клип дегеніміз яғни бізде ішіндегі бізде фонымызды өзгерісін жасай алады. Заморож деген яғни мысалға біздің именно қай жерін қатырып тастау керек, сол жеріне әкеліп, соны бассақ, соның копиясын сізге жібереді. Яғни сол моментте өзі қатып тұрады осылай. Обратно дегеніміз яғни осы видеоны төменнен соңынан алдына қарата жүргізеді. Енді бізде бастапқы видеомыз дайын. Бізде мұнда пип дегеніміз, яғни астында көк қатты қозғалып тұрғандықтан алдына қарата жылжытып жібереміз. Кетті. Енді бізде мына жерде мен қазір стикер қолданатын боламын. Мұнда стикерлерді платный, яғни ақшамен қалғандар. Мен қазір бесплатнысын таңдайтын боламын. Осы керек болады, осылай әкеліп, үстіне қоямыз. Бізге бастапқысына өзінің осылай қолмен жылжыта әкелеміз. Міне достар, қойдым. Соңғы жағындасын алып тастаймыз. Міне достар, мен видеом дайын болды. Енді кезекте мен қазір запись жазамын. InShot деген жазуды кетіріп тастауға, яғни үстін бастық, бесплатно снять дегенді басамыз. Үсті бетіне бізде реклама шығады, реклама полностью жүру керек, содан кейін ол алынады. Міне достар, мен запись жазып бетке беретін бол. Енді кезекте видеомызды сохранить ететін боламыз. Мұнда біз настройкасына айта кетейін. Настройкасына кіріп, бізде видео часто кадры бізде 60 таңдайтын боламыз, яғни эффективный болу үшін, және де разрешение видеомыз 1080-де тұру керек. Міне достар, біз InShot приложениесін видео монтаждап үйрендік.
өте оңай тез жасалатын программалардың бірі осы InShot приложениесі. Барлығы ішінде бесплатно. Жасап монтаждап көрсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазуларыңызға болады. Рахмет.